Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін борщ дайындаймыз. Ең алдымен етімізге тұз салып пісіріп аламыз. Картоп, пияз, сәбіз, қырыққабатты салонкілеп кесеміз. Ал қызылшаны үккіштен өткіземіз. Табаға сұйық май құйып қыздырып аламыз. Пиязды саламыз. Содан соң сәбізді салып кішкене қуырамыз. Енді осыған үккіштен өткізілген қызылшамызды саламыз. Кішкене лимон шырынын қосуға болады. Қызанақ салып кішкене қуырып аламыз. Енді осыған жаңағы сорпадан бір кеседей құямыз. 10 минут жай отта бұқтырып қоямыз. Етіміз піскен соң ішіне қайта турап салып жібереміз. Қырыққабат саламыз. Картопты саламыз. Жаңағы қуырылған сәбіз бен қызылшамызды саламыз да қайнатамыз. Менде шамамен 1 сағаттай пісті. Борщ сорпамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.